Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Бүгінгі руханияттағы рухани сұхбат атты бағдарламамызда Балаби ауылынан келіп отырған біздің Рахменов Ақберді ағамыз бүгінгі қонақта. Хош келдіңіз, аға. Қайырлы күн. Аға, өзіңіздің еңбек жолыңызды оқып отырсам, өміріңізде барлық өміріңізді осы механизаторға арналған екенсіз. Мынау сонау жылдары қиындық кезеңде жұмыс жасадыңыз. Оның қиындығы да болды, қызықшылығы да болды. Енді осы еңбек жолынан өзіңіз не айтар едіңіз? Сонау кішкентай кезіңізден бастап армандаған арманыңыз болды ма? Осыны өзіңіз әңгіме айтып берсеңіз. Мынау қай уақытта болса адам өзіне бір мақсат қояды. Мен кішкентай кезімде сол онды бітіргеннен кейін қатарымда жолдастарым жоғары оқуға баратқанда мен айттым. Балаби ауылында бітірдіңіз? Балаби ауылында. Бұрын 30 жылдық совхоз. 30 жылдық совхоз. Сонда мен айттым, мен оқуға бармайын дедім жоғары оқуына. Неге деді ғой? Мен ауылда еңбек етем, солда маған болады. Мен қызметтен гөрі осы ауылдың еңбегін ұнатып отырмын дедім. Онда мейлің деді, содан келіп совхоздың гаражына келіп, содан жаңағы бас инженер Кембаев Әнуар, әнеке мен осындай механизатор болсам дедім, ойбай Ақберді болды деді. Бұрында көріп жүрген мен техника жақын екенімді. Сөйтіп 1-2 жыл комбайн айдатты, басқа жұмыстар істетті. 3 жылдан кейін маған бульдозер айдайсың деп ұсыныс жасады. Ол бульдозерді оқыты бар, стажы бар, 15-20 жыл жұмыс деген механизатордан айдайды. Әнекең айдай алмайын қойдым, жоқ сенің қолынан келеді деді. Маған әнекеңнің Кембаеваның сенгендігі сондай. Сосын қасыма бір нағашым бар еді, Әбсалып Сүлеймен деген, соны қосып берді, 1 аптада үйреніп алдым. Сонда маған қарай сол жұмыспен еңбек ете бердім. Бірақ енді кәсіптік техникалық училище оқыдыңыз ғой? Оларды алдында бітірдік, кәсіптік техникалық училищені. Сосын армиядан келгесін шофырлық курсты бітірдік. Мен шофырда болмайым дедім, тек қана механизатор боламын дедім. Жоғары оқу орнына да бармадым, машинаны да айдамадым. Өзім соны кішкентайымнан жақсы көретінмін. Содан сол мамандықты меңгеріп, оның қанша дегенмен қысы жазы ол ондай техника айдан адамға дамы жоқ. Қыста малдың қорасы болады, жазда егісің болады, күршің болады. Одан қалды Сарысуда мал жайылымына барып, сол жақтан өзендерді байлап, жайылымға су жаю керек. Сол жұмыстарын бәрін ерінбей атқардық. Әсіресе бір жерде қиындық болды. Сарысудың өзенін байлаймыз деп, Бекбаев Тәжі деген біздің мал шаруашылық жөніндегі заң директоры еді. Соғысып машинаға басып, тракторда апарды, жаңағы Тайғомырдан Таврия ұстап келді. Барсақ өзеннің су көбейіп кетті, байлау мүмкін болмады. Одан ойланып отырып, 4 тонналық ақпананы әкеліп, итеріп өзенге салсақ, ақпана 20 метр жерде домалап барады екен. Ақпана деген не? Ақпана деген анау жаңағы жаздың күні құдықтың басында тұратын емкіс қой, цементтен жасалған. Соны әкелгенімізде оның салмағы 4-5 тоннадай шығады, соны 20 метр жерге домалатып алып кетіп барады екен. Судың қарқыны ғой? Судың қарқыны сондай мықты екен. Оны байлау мүмкін емес деді. Содан тұрып, мен тәке дедім, тағы бір амалдап көрейік дедім. Не істейсің дедім, мынау арада айналалар бір жыңғылдар көп екен, сол жыңғылдарды бір күн жинайын, ана топырақ үйе берсін дедім. Ол жыңғыл жинадым, мен ол топырақ жинады, екеулеп. Bir gün sonra dayındап алдық та келесі жылы түске дейін соны байладық. Bir жыңғыл бір топырақ сағасын жаңағыдай қарқын бар суды байлағанда біздің жаңағы зам директордың соншалықты қуанғаны, қолында рациясы бар, ауылдың директор Ахметов Жақсылыққа звондап жатыр. Жақа өзен байланды дейді. Өзен байланбаса екі ферменің малы жаздай жайылымсыз қалады. Анау су алып екі бетін бәрі жаздай малға жайылым болады. Еңбегім ескерген ауылға келгесін жақаң арқамдан қағып тұрып, главный бухгалтерге мынаған 300 сом премиальный жазып бер деді. Рахмет, ол 300 сом деген ол кезде 3 айлық қой şimdi. Атасына рахмет. Сондай ерліктер болды. Кей кездерде күріштің кезінде азаннан кешке дейін жұмыс істейсің, кешке қарай канал жығылады. Онда түнімен байлайсың, 20 сағат жұмыс істеп 4 сағат
демалған уақыттарымыз да болды. Ешқандай оған қиналған жоқпын мен. Өйткені мен ол ондай мамандықты сүйемін. Иә. Сол енді жұмыстың нелері. Қиын кезеңінде болды. Үйге тәрбиеледі. Иә. Абызбек Мыңбай деген біздің ағайымыз болды. Ол техника жағынан сабақ берді. Ол ағайдың сабағын мен үнемі 5-ке неғып отырдым, оқып отырдым. Ақбел сенен бір жақсы механизатор шығады деді. Мыңбай ағайымыздың айтқаны ғой. Айтқанындай шықты. Өзіңіздің арман мақсатыңызға Арман мақсатыма жетті. Мұғалімдеріміздің тәрбиесі, айтып отырмын ғой, еңбегім Мыңбайға. Сондай. Жалпы сіздің еңбегіңізді елеп қандай наградалар алдыңыз? Мақтау марапаттар алдыңыз ба? Ол мақтау грамоталары әр мейрам сайын, жыл сайын құрып алған жоқпыз. Одан сосын 2 марта ауылдық советке депутат қып сайлады. Мінекей қандай тамаша. Аудандық советке депутат қып сайлады. Туристік путевкамен Болгарияға жіберді. Ленинградтағы Эрмитажға жіберді туристік путевкамен. Мінекей қандай. Енді ол еңбектің бәрін келеді. Ол кезде еңбек істеген адамның бәрі бос қалмайтын еді ғой, еңбек еленетін еді. Иә. Қандай тамаша. Ол үлкен шабыт қой. Еңбегіңіз еленгеннің өзі қандай тамаша. Оны айтқаныңыз, ол еңбегіңіз еленген сайын сізде қуаттанып жұмыс істей бересіз. Иә. Енді өзіңіздің жолын қуған балдарыңыз бар ма? Механизатор болып. Балдарым бәрі, мен ұлдарым, қыздарым бәрін жоғары оқу орнына оқыттым. Өзім жаңағы оқымағаннан келешек білімді адам болмаса, білім керек болды да бәріне. Біреуі доктор болды, екеуі мұғалім болды. Сосын енді өзімнің үлкен ұлым сол отанда қалып, сол өзіміздің жаңағы шаруашылықты басқарып отыр. Қазір оның 2 ұл, 2 қызы бар. Шаруашылықта мал шаруашылығы ма, егін шаруашылығы? Мал шаруашылығы, егінді аралас, екеуі аралас. Жаздай жоңышқа егеді, қыстай малын бағады. Қазақта айтып жатады ғой, баланың санын санама деп, бірақ балдарыңыз қанша, немерелеріңіз қанша? Санына көз тимесін, айта беріңіз. Оның қазір немеренің ұлдары 2 ұл, 5 қызымыз бар. Бәрі де үйлі жайлы болды. Ең кішкентай ағылшын тілінің маманы кеше бітіріп келді. Омск, Петропавлда. Енді Қытай қаласында жұмысқа тұратын шығар, ең кішкентай. Қалғандарын бәрін мұғалім. Ең үлкен балам өзімнің жолымды қуып, ауылда сол шаруашылықты басқарып қалды. Немерелер Аллаға шүкір бар, 18 жобасы. Адам ондай нақсанын айтпайды дейді ғой. Көз тимесін, сөз тимесін. Рахмет. Аға, еңбегіңіз еленді деп жатсыз. Балдарыңыз енді бәрі оқыған екен, жетілген екен. Өзіңіздің ата-анаңыз кім болып істеді? Менің әкем күрішші болды. Сөйтіп, егін шаруашылығымен айналысты да, сосын анам үйде балдар бағып отыр, бала тәрбиеледі. Неше ағайын дедіңіз? Біз 4 ұл, 5 қызбыз, 9 ағайындымыз. Оның бәрін жетілдіріп оңайымыз, анам үйде сол балдарына қарады. Әкем күріштен жақсы өнім беріп алып, ВДНХ дейді ғой. ВДНХ-ның көрмесі. Неше түрлі наградалар марапатталды. Ол кезде үкіметтің әділдігі ғой, Москвадан специально өзіне приемниктер, тағы да бір сыйлық құрметтер жіберіп отырды. Үнемі сол күріштен жақсы өнім алып 70-80 мың айында алып отырды. Мінекей қандай тамаша. Аға, енді өзіңіз бірге механизатор болып жұмыс істеген сол кездегі замандастарыңызды, сол кездегі басшыларыңыздың аты жөнін айта аласыз ба? Айта аламын. Қасымызда Төрәлиев Асылбек деген жігіт болды. Ол Беларусь тракторы, ол да бейнетқор жігіт деген. Сосын Жолымбет Әлімбет деген жігіт болды. Ол жаңағыдай погрузчик дейміз ғой, немене? Соны айдады, екеуміз қатар жүріп отырдық. Сосын Райым Тұрғын деген кісі, ол да үлкен кісі. Ол да жаңағы Беларусь тракторын айдады, ол да күндіз жұмыс істейді. Көп ондай жігіттер. Шағдат болды, баласы Акрама болды, көп ондай жігіттер. Енді біз
Балаби қазір бұрынғы Оршылдық совхозының бірінші бригадасында жұмыс істедік. Бригадиріміз Орынбаев Базарбай деген кісі болды. Ол кісі өте қатал әрі адамнан талап еткіш кісі тұғын. Сол кісінің арқасында біздің бригада үнемі егістен де басқасынан да алдыңғы орында көрініп отырды. Ол кісінің көзі бар ма қазір? Қайтыс болып кетті. Енді олардың бәрі 80-90-нан асып кеткен кісілер. Менің өзім қазір 70-ің үшеуіне келіп отырмын. Аға, енді мынау дос, адамда дос болады ғой. Шынайы дос болады, адал дос болады, амал дос болады. Сол достыққа деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Достарыңыз осы күнге дейін сыршыл достарыңыз бар ма? Қатысасыз ба? Кімдерді атай аласыз өзіңіздің достарыңыздан? Достық дегеннің өзі дос айтасыз, екі түрлі болады. Біреу бүгін бар, ертең жоқ дос, біреу өмірлік дос. Көлеңке түссе кетіп қалатын азаматтар да болады. Бар, ертең жоқ деп отырмын. Қазір енді мынау өзіміздің бірге оқыған класстас балдарымыздан Әлімар Асылбек деген жігіт, үнемі бірге келе жатырмыз. Әбдиев Төлегей деген жігіт бірге келе жатырмыз. Болат Құлашбек. Кім бар сосын? Балтабай Манап деген жігіт. Қыздардан, класстас қыздарыңыздан досыңыз жоқ та? Қыздардан бар. Ұлбала бар, Ұлбике бар. Фамилияны ұмытып жатырмын мен. Әбиба бар. Көп ел. Олардың бәрімен әлі араласып тұрамыз. Жақсылық болады, жамандық болады, бәріміз бірге боламыз. Осы мектеп бітірушілер 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық деген кездесулер өткізіп жатады. Сізде қаншалықты өтті солардың барлығы? Біз енді 40 жылдығын өткіздік, 50 жылдық өткіземіз деп жатқан кезімізде, мына коронавирусқа тура келіп, сонымен 50 жылдық өтпей қалды. Бұдан кейін 60 жылдықты да енді пландап жатыр, әлі бұйырып жатса көрерміз. Құдай қаласа, Алла бұйыртса. Алла бұйыртса. Қатарымыз да азайып келе жатыр, енді соған азаймай тұрып өткізсек деген ойда бармыз. Дұрыс. Аға, енді өмір болғасын жолдасыңыз бар қазір. Құдай қаласа, әйеліңіз. Сол кісі өзіңіз ұнатып алдыңыз ғой. Әйеліңізге қандай сый құрмет көрсетесіз? Әйелім мынау жемшейдек совхозының қызы Абуова Ақпенже деген мүшелді тігін цехында Зорада жұмыс істеп жүр екен, содан кездесіп, екеуін бір-бірін ұнатып, қазір енді не айтса да соның айтқан заң болып тұр ғой бізге. Ләппай құлдық әрі балдардың ақылшысы, әрі қамқоршысы. Ол кісінің еңбегіне ешқандай баға жетпейді. Дұрыс айтасыз. Енді ол кісі де бүгін келу керек еді. Қаладағы баласының қаладағы баланың келіні босанып, соның кішкентайын бағып жатыр. Дұрыс енді. Бүгін енді оған айтылып еді, бірақ оған мүмкіндігі болмады. Аға, кімді сағынасыз? Немерелерім сағынамын. Бәрін қойдым. Жан-жақта? Жан-жақта немерелерім сағынамын. Олар келсе мен әкем тіріліп келгендей қуанамын. Балаңыздан гөрі немере тәтті деген рас па? Бәріне. Немерелерім ыстық маған. Уақытпен санасасыз ба? Уақытпен санаспаймын. Таңның атысы, күні батысы, денсаулық жарап жатса үйде тірлік істей беремін. Ана балдарыма көмек беремін, немере бағам, басқа да тірліктер көп үйде. Аға, қаншалықты ашулысыз? Ашуыңыз қандай? Қазақта айтады ғой, жақсы адамның ашуы шәй ромал кепкенше деп. Ашуым қазір мотор оталып тұрса 5 минуттен өшіп қалады. Өшіп қалады. 5 минут. Жүректе сақтамайсыз ғой? Ешке сақтамаймын. Сосын мен күліп жүремін үнемі. Дұрыс, қандай тамаша. Жетті таң қалады. Ағай, күліп жүрген өте тамаша. Адамның өмір жасы ұзарады деп жатыр. Сосын арасында өлең айтып жүремін мен. Өкпені жинай берсе, жүрекке салмақ түседі деп айтады. Өтірік айтасыз ба? Өтірік андасында пайдалы өтірік па? Өтірік, пайдалы өтірік па? Андасында жаңағы келіншегімді алдап кетемін. Бару керек, басқа өтірік айтпаймын. Өзіңіз шынайылығынан көрініп тұр. Аға, енді үйде домбыра тартасыз ба? Мынау әнге деген құмарлығыңыз бар ма? Жоқ әлде балдарыңыз осы қазақтың ұлттық аспаптарынан тарта ма? Өзіңіз үйреттіңіз ба? Осы жөнінен әңгіме қылайықшы. Біз енді музыка жағынан онша біз болған жоқпыз. Тек бізге жаңағы еңбек жағы, сосын ән жағын айтады үйдегілердің бәрі де.
Мен де соларға қосылып бір-екі ауыз өлең айта беремін. Балдарыңыздан сол аспап тартатындар бар ма? Жоқ, олар жоқ ешқайсысы. Бірақ өлең айтады, иә? Айтады, бәрі. Өзіңізді айтасыз ба? Өзімді айтамын. Мысалы, қазір бір есіңізге түссе, кімнің, қай композитордың әнін жақсы көресіз? Мен Шәмшінің әндерін жақсы көремін. Біздің кезімізде Шәмшінің әндері өте жақсы ән болды. Сүйіп тыңдайтынбыз, жатқа білетінбіз, иә? Бір ән айт, бір куплетін айтып бере аласыз ба? Аяқ астынан қаяқтан қазір ойланып көрейін енді. Аршы жағасында деген бар еді. Мінекей, Шәмші Қалдаяқовтың Аршы жағасында деген, иә? Мен даусым қатты шығады ғой бәрібір. Айта беріңіз, айта беріңіз. Бойында арыстың, өзіңмен таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді ол күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Мінекей қандай тамаша, жеңгемізге өстіп айтып бересіз ғой? Жеңгем күнде тыңлап жатыр. Үйде көңілді болған қандай жақсы. Енді мен бір әдетім, бірдеңеге шамақ ашуланып қалсам, аңылдап өлең айтамын да жүре беремін. Мен ашуым бәрін бірден басады. Әніңізбен басасыз ғой? Әнімізбен. Осы жақсы қасиетті бар балаңызға қонған ба? Бәрінде де бар. Бәрінде де бар. Әнсіз жүре алмаймыз дейді. Иә, әнсіз жүру деген өте қиын. Өткенде балдар тұрып, мынау Шымкенттің Сайрам ауданында бір демалыс орны бар екен, соған жолдасымызбен екеуміз жіберді, сояққа барып демалдық бір 7 күндей. Сонда бір концерт бар деді, концертке бардық, тыңдасақ, жаңағы жүргізуші қаяқтансың деп сұрап жатыр. Біреу Астанадан, біреу Петропавлдан, біреу Өскеменнен, мен Қызылордамын дедім. Қызылордамын дегенде сыр бойы өлеңін жаңағы айтып, екеуміз қосылып айтқанда бүкіл зал риза болды. Мінекей қандай тамаша. Әйеліңіз екеуіңіз айттыңыз ғой? Жоқ, жаңағы концерттегі жүргізушімен бірге ма? Жүргізушімен. Келіншегім ол өлеңді жақсы көреді, бірақ қатты дауыс шығарып айтпайды да, жақсы көреді өлеңді тыңлағанды. Содан туған жердің атын шығардыңыз? Туған жердің атын шығардыңыз? Туған жердің атын шығарып, екеуміз сыр бойын айтқанда бүкіл зал риза болды. Содан мен тұрып, енді маған қолқа салып қалдым ғой, мен де бір ән айтып берейін деп, өзім жеке Ақпандик деген өлеңді орындап бердім. Шәмші ағамыздың. Шәмші ағамыздың. Сонда тұрып, бүкіл залдағылар қол шапалақтап, шығып баратсам бәрі құрмет тұтып жатыр да. Не деген дауыс көрмей. Ана дауысым жоғарырақта, ана бүкіл залға әдемі орындалғандай болды өзімше. Аға, енді сырдың елі, жырдың елі дейді. Оның ішінде әннің атасы Нартай, әннің атасы Ыбырай деп, біздің шиелінің киелігі соншалық 42 социалистік еңбек ері келген. Енді сол осы топырақтың киелігінен ба, елдің еңбекқорлығынан ба, осындай біз киелі жерде тұрып, осы сіздер сияқты азаматтардың да әрі қарай жалғастырып алып кетіп жатқаны бізге үлкен қуаныш, мақтаныш. Осы аталарымыз, бабаларымыздың арқасында біз бүкіл Қазақстанға танылып жатырмыз. Ал енді кешегі Шырынкүл апамыз өмірден өткен, Ұлбала Алтайбаева апамыз, осы кісілер күрішші болып, Жадыра Таспамбетова апамыз сияқты осы социалистік еңбек ерлері, оның ішінде Ыбырай Жақаев атамыз 2 мәрте социалистік еңбек ері болды. Ыбырай атамыздың еңбегін алған өнімін әлі ешкім қайталаған жоқ. Қайталаған жоқ. Көрдіңіз ба атамызды? Көрдім. Үрекеңмен амандастым да. Үрекең Кореяға барған кезде осындай өнім алдым дегенде кәріс халқы енді күріштің не шыққан жері ғой. Сонда тұрып біз қанша бабы келдірсек бұндай өнімді қалай алдыңызсыздар дегенде біз шенгел деген өсімдіктің соның топырағына егеміз деген ғой. Сөйтсе ол жақта шенгел жоқ екен. Әбекең бір ауыз сөзімен өзінің еңбегі деген айтқанда Ыбырай түбегінде мен Ыбырай түбегі кілем
Орағай Шеңгелдің астында болатын тұғын. Оның астына егін еккенде сондай өнім берген. Қайынсапты қара кетпенімен өзі үлкен тұлғалы кісі, еңбегі еленіп, қазіргі таңда артында үлкен із қалды. Музейіне барып көрдіңіз ба? Музейіне бардым. Бардыңыз ба? Кейбір кісілер ауылда тұрып бармай, құдалар келгенде бірақ барып жатады. Білекеңді бүкіл Қазақстан емес, бүкіл дүние жүзі біледі. Дұрыс айтасыз. Енді тағы бір сізге не айтып кетейін. Мен мынау Шардарада Қазақстан деген совхоз бар. Сонда менің құдаларым тұрады, сояққа барып едім. Сонда тұрып солар қаяқтансың дейді ғой, ойбай осындай шелден. Ыбырайдың ауылынан екенсің, Ыбырайдың ауылынан. Біз Өбекеңді құрмет тұтамыз деді. Ойбай неге десем, Ыбырай көкеміздің бізге салып кеткен жолы бар деді. Мынау Қонаев көкемізбен Өбекең екеуі жақсы тұрған, содан тұрып Өбекең Қонаев көкемізге ой салыпты. Сен мынау сыр бойына күршегі бастың, тағы екінші күршек етін жер мына Шардарадан бермен қарай, Шардарадан су алып, содан бермен қарай канал қазып, бүкіл соның айналасын бәріне күршек депті. Сөйтіп Қазақстан совхозы бар, сөйтіп тұрады 3-4 совхозды ашыпты, енді Қазақстан совхозында болғасын. Сондағы кісілердің бәрі әлі күнге дейін Өбекеңе алғыстан басқаша нәрсе айтары жоқ. Қазір деген ол совхоздар көркейіп кеткен. Шардарадан прямой канал алып егінекке, екінші дария десең болады каналдар. Міне Өбекеңнің еңбегі. Бұл бүкіл жаңағы кішкентай ғана несі Қазақстандағы еңбегі. Ал енді одан дүние жүзінде оның қанша еңбектерін барын өзі білсін. Өз көзімен көрген ана ауылдың адамдарынан естіген. Іскерлігі, білгірлігі Өбекеңнің. Сөйтіп Қонаев көкемге ой салып, бүкіл бір ауданды күрішпен қамтамасыз етіп отыр. Дұрыс айтасыз. Аға, енді осы Шиелі ауданы басқа аудандарға қарағанда өзімізді ауданымызды мақтан етіп жатамыз. Қазір енді президентіміз Таза Қазақстан деген бағдарламасы бойынша, акциясы бойынша қаншама жұмыстар жүргізіп жатыр. Біздің Шиеліні басқа аудандармен салыстыра аласыз ба? Қаншалықты тазалық біздің облысымызда осы жұмыспен үлкен елеулі болып еңбектері көрініп жатыр. Осы жөнінде қандай ауылыңыз таза ма? Қаншалықты жұмыс жүріп жатыр? Жастардың көзқарасы қандай? Мен бұл Қызылорда облысының барлық аудандарында болдым. Аралда да болдым, Жалағаш, Қазалы, Қармақшы бәрінде болдым. Жаңақорғанда болдым. Бірақ Шиелідей бұндай көркейген ауданды көрген жоқпын. Бұның халқы да бөлек, тазалығы да бөлек, мәдениеті де бөлек. Өйткені бұл Шиелі киелі жер. Сөйтіп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, иә. Шынымен де біздің ауданымызда барлық жерде мақтап жатады. Әркімнің өз ауданының өзіне мақтанышы шығар. Бірақ енді ауылда қаншалықты жұмыс жүріп жатыр? Тазалыққа байланысты ауылда қаншалықты жұмыс жүріп жатыр? Тазалыққа байланысты кейінгі осы президентіміздің Таза Қазақстан деп қолға алғаннан кейін ауылдың бәрінде кішкентай балаға шейін тазалыққа ұмтылды. Кетіп бара жатып қағаз тастап кетті, қасындағы жолдасы мынаны алсайшы дейді. Президенттің ол бастамасы өте жақсы болды. Осыны жаңағы сол тастап жатқан баланың тәрбиесі кімнен деп ойлайсыз? Ол енді жаңағы үйінде семьядағы неден болған тәрбиеден. Екіншісі ғана қағаз алсай дейді. Мінекей. Бұрындары ондай жоқтың, осы президентіміздің Таза Қазақстан дегенді ата-анасы ал деген балаға құлағына сіңірген. Анаға әлі жете қоймаған шығар деп ойлаймын. Жастарға сенеміз бе аға? Жастарға сенеміз. Үлкен үміт күтесіз жастарға? Үміт күтеміз. Қазіргі жастардың бәрі ішімдік жағына жоқ, басқа нәрсеге жоқ, тек қана еңбек деп жатыр да. Бірақ енді соған жұмыс аздау болып жатыр осы жастарға. Әлде бір жұмыс көздерін ашу керек, көптеу бұл. Ашылып та жатыр қазір. Ауылда тазалықты қаншалықты жасайды ол жерде? Қорымның басына апрель айының бірінші демалысында бүкіл ауыл болып барып, қорымды тазалап, жылына бір марта соны тазалап тұрамыз. Ал сосын енді әркім өзі ата бабасының басына барып Құран оқитын кезде тағы да тазалап кетеді.
Жақсы ғой, тазалық жақсы ма? Бізге дәстүрге айналған апрельдің бірінші демалысында бүкіл ауыл болып соны тазалаймыз. Жан жақтан келеді ағайындар. Тойға қаншалықты барасыз аға? Тойға, той тойлауды жақсы көресіз ба? Той тойлауды жақсы көремін. Тойдың қазір өтіп жатқан бағыты ұнай ма сізге? Қазір тұсау кесіп жатса да 300 адам шақырып тұсауын кестіріп жатады. Кішкентай баланы, шақалақ баланы ресторанға апарып кестіріп жатады. Осыған көзқарасыңыз қандай? Енді оның көбісі артық деп айтсам да болады, бірақ дұрыс деп айтсам, негізі артық көп нәрсе. Кішкентай баланы жаңа біреу енді 10-15 жылдан кейін кішкентай нәресте көреді. Ол бір қуаныш. Мынау елін жинап, бір той беріп, ас беріп, бір той жасамадым ау деп тұсауын кестіреді. Ол бір жағынан оған дұрыс енді. Екінші жағынан жиілете берген дұрыс емес. Сосын тойда да тамадылар тұрып алып, бір жаңағы мынау не деп бірдеңелерді айтады. Неме анау? Жастарға сол ойындар ғой. Иә, сол ойындар. Сол өте көп қайталанып кетеді. Оның орнына басқа бір мынау ағайынға, елге құлағына сіңетіндей. Ең болмаса мен ойлаймын да Абайдың бір-екі сорада нелерін айтса, өсиеттерін, онда құлаққа кіреді. Анау мынау не деп оған жарыс қылып кәдімгі былай. Солар маған ұнамайды. Оны мысалы мынау Алматыда болып жатса, сол ертең біздің шелге келеді. Ана телефоннан көшіріп алады да бір сол ойын. Солар маған ұнамайды. Ізденіс жоқ па асабаларда? Ізденіс жоқ па асабаларда? Ізденіс жоқ енді, тойға шектеп қойып жатқан жоқ әзір. Өзіңіз үйде немерелеріңізге тұсау кесерін, сосын бесікке салуды ресторанда өткізесіз ба? Жоқ, бәріміз үйде өткіземіз. Өзіміз ағайын жинап, өзіміз үйде өткіземіз. Бесікке салуды, тұсау кесерді. Ол ресторанда енді жастардың үйлену тойын өткіземіз. Сосын андай 70-80 келген ұлы тойларды солардан өткіземіз. Анандай майда жеті тойын бар үйде өткіземіз. Әлде болса, осы мына тамадыларға бір ескерту болса деймін, жаңағыдай суреттерді қойып, жаңағыдай жалықтырып жіберді ғой. Иә, сол бір Ол кісілерге де ізденіс керек болып жатыр. Орада ана ресторанда 300-400 адам отыр, соның қанша уақытын алып алды, ол тамадыға ол шәс емес, ана өзінше қызықты. Енді Шел ауданында қазір көркейіп келе жатыр. Көгалдандыру көркейтуге байланысты ауылымызда жұмыстар жүріп жатыр ма? Жасыл желекке оранды ма? Қазір гүлге құмартып жатырмыз. Гүлдер егіледі ма? Әрбір ауылдағы үйлердің ауласында жаңағы ағаштар егіліп жатыр ма? Жемістеріңіз бар ма? Қазір базардан көп затты сатып аламыз да дайын қап келеміз. Ал ауыл осы жеміс-жидек егеді ма? Сіздердікі құмда ауыл ғой. Балаби ауылы өте бейнеткеш. Есіктің алдында кез келген үйге барсаңыз ағаш бар. Бірақ бізде ең қиын мәселе аяқ су қиын болып тұр. Июнь айында су келеді да, июльге келгенде ел август айларында келгенде жаңа су келмей қалады. Сонымен көп ағаштарымыз қураңқырап қалып жатыр. Осы аяқ су мәселесі өте қиын болып жатыр бізге. Сол мәселе әлде шешілсе дейміз, бүкіл дүниежүзі болып қолға алып жатыр ғой, әлде шешілетін шығар. Әйтпесе біздің Балаби ондай ағаш егуде неден ешқандай не болмайды. Біздің өзіміздің есіктің алдында 15 топ алма бар. Сол кезде ғана шапқан киіп шығамыз енді Наурызда ғана. А неге? Анау жер біздің жұмыс істеуіміз ыңғайсыздау. Жұмыс істеуіміз ыңғайсыз болады. Біз қарап жүрмейміз ғой, жұмыс істеп жүреміз. Иә. Ал үйдегі балдарыңызға талап қоясыз ба сондай? Үйдегі балдар онсыз да соны киеді. Қай уақытта болса да. Анадай мероприятие делер болғанда. Иә. Аға, өзіңізбен біраз пікір алмастық. Өзіңіздің ойыңызды тыңдадық. Енді елге, жастарға деген тілегіңіз айтыңызшы. Келешек жастарға менің айтатыным еңбек сүю керек. Жалқау болмау керек. Жалқау болмаса еңбек десе, ол жастар қай уақытта болса да ешкімнен кем болмайды. Бата беріп жібересіз ба? Бата береміз. Содан соң бұл жастарға өз мамандығын таңлап, жастар өз мамандығын таңдай білу керек. Сосын арман қарай тағы да үйленген кезде өзінің жарын дұрыс таңдай білу керек. Осы екеуіне жаңылыс болса, ол жастар еш қиналмайды. Жар таңдау. Негізі бейнет жасау керек, ол жастарға. Жалқау болмау керек.
Аға, енді 70-тен асқасын сізден бата сұрасақ айып қоймай ма? Болыпты. Бата беріңіз. Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын, әулиелеріміз қолдасын, айтқанымыз келсін, не тілесек тілегіміз қабыл болсын, бақ қарасын, қыдырдасын, абырой берсін, аман сақтасын, кетпес дәулет берсін, Қазақстанымызға, елімізге бәріне тыныштық берсін, патшамызға Алла нысап берсін, дені сау болсын, қолынан келген жақсылықтың бәрін елге жасай берсін, елде тек қана тыныштық болып, жастар өсіп өніп, соның қызығын біз көре берейік. Алла акбар. Рахмет аға, бүгінгі Балаби ауылынан келген Рахмет Ақберді ағамызға рахметімізді айта отырып, хош сау болыңыздар демекпіз. Бүгінгі осы руханияттағы рухани сұхбатты жүргізген Құттықыз Шайыққызы, әр күніміз құтты, азаматтарымыз мықты болғай.